Көршіден сұрауға болмайтын үш зат. Көрші ақысы, тәңір ақысы деген қазақта жақсы сөз бар. Әжем осы сөздің мағынасын санама сіңірмегенде, көршіге деген ықыласым да, көзқарасым да мүлде бөлек болар еді. Әжем айтады, көрші келген кезде қуанып қарсы ал, барыңды алдына қой, ол сенің дастарханыңнан дәм ауыз тисе, сенің ырыздығың артып несібең молаяды дейді. Алла берген несібені адам тартып ала алмайды шырағым. Ешқашан есіңнен шығарушы болма. Алла көршісімен жақын тұрған пендесін жақсы көреді. Сондықтан да көршіңмен қоян қолтық араласуды өсиет етемін. Қай мекенде тұрсаң да алдымен көрші ақысын ұмытпа. Олармен сыйлас, жақын тарт, бір үйдің адамындай болу керек. Көршіден мына үш затты сұрауға болмайды. Құрметті оқырман, тәлім-тәрбиеге ұлттық құндылыққа толы әңгімені оқығыңыз келсе, өзім жинақтаған ойшам жинағын сізге ұсынамын. Бағасы 4990 теңге, барлық қалаларға жеткізу тегін. Барлық сұрақтар бойынша төменде көрсетілген номерге жазыңыз. Бірінші, тұз. Мейлінше дүкеннен сатып алуға тырыс. Егер алып келуге мүмкіндік болмаса, көршіңнен алған тұзға аз болса да ақы төле. Өйткені тұзда береке бар. Сен оның тұзымен қоса берекесін де алып кетуі мүмкін. Сондықтан да өзің біреуден тұз алма, біреуге тұз берме. Екіншісі, ұлым, көршің сені көмекке шақырса, оны жасап бергенің үшін ақы сұрама. Кейде есігі бұзылып, немесе баласы қараусыз қалып жатады. Осындайда бірінші көршіден көмек алады. Сол кезде уақытыңды алдым деп көрші ақша ұсынады. Өзгеге де беретін едім ғой, алшы деп қинайтындар да кездеседі. Сол кезде сыпайы түрде бас тарту керек. Өйткені күндердің күнінде сенің де күнің көршіге туы мүмкін. Сонда жарық жүзбен көршіңнің есігін қағаласын. Үшіншіден, кейде тұқымы жақсы иттің күшігін асырап алғысы келетіндер де болады. Бұл кезде де көршіңмен татуластығыңа сызат түсіргің келмесе, күшік беруге асықпа. Білетін көршің болса, күшікті сатып алу ырымын жаса. Ал білмейтіндерге жөнін түсіндіруге тырыс. Ода тұрған не бар деп елемеуің мүмкін. Бір-біріне күшік беріп, иттей ырылдасып қалған көршілерді көргенбіз дейді әжем. Атадан келе жатқан кез келген тыйымның астарында терең мән жатады. Ешқайсысы ойдан, қырдан шығарылмайды. Ата сөзінен аттап өту бізге ауырсын. Сондықтан да ата әжелеріміздің айтқан өсиеттеріне құлақ түріп, амал жасайық ағайын.